Бөлменің сәнін келтіретін үй гүлдері ерекше күтімді қажет етеді. Бөлме гүлдерін баптап, әдемі етіп өсіру үшін бірнеше кеңестерге құлақ түрейік. Бөлме гүлдерін бой-бойымен орналастырған дұрыс. Сол кезде олардың барлығына ауа мен жарық жеткілікті мөлшерде келеді. Сәйкесінше гүлдердің өсуі қарқынды жүреді. Гүл әдемі өсу үшін суды краннан бірден құймай, бір күн алдын құйып, бетін ашық қалдырған жөн. Және де суға аз мөлшерде қант қосып құйса, гүлдердің түсі балғын әрі қанық түсті болады. Енді өзімнің гүл күтімінде жиі қолданатын қарапайым 3 әдіске тоқтала кетейін. Бірінші әдіс, ол үшін бізге перикс водорода, яғни сутегі асқын тотығы қажет. 1 литр суды алып, 1 ас қасық көлемінде құямыз, араластырып, гүлдерімізге құйып шығамыз аз мөлшерде. Яғни бұны айына 1 рет немесе 2 аптада 1 рет құйсаңыздар жеткілікті. Екінші қарапайым әдіс, бұл күнделікті желінетін бананның қабықтарын тастамай, осылай майдалап турап, банкілерге салып, үстіне су құйып, қараңғы жерде сақтап қойсаңыздар, 1 аптадан кейін немесе 10 күннен кейін гүлге қолдансаңыздар, өте жақсы көмектеседі. Яғни гүлдеріңізді қоректік заттармен қамтамасыз етеді. Үшінші әдіс, аспиринді қолдану. Яғни аспирин кез келген үйден табылады, өте қолжетімді. Аспиринді ауырып немесе солыңқырап тұрған гүлдерге пайдалансаңыздар, өте тиімді әсер етеді. Аспириннің 1 таблеткасын алып, суға ерітіп, гүлдеріңізге құйып шығасыздар.